Алғашқы 10.000 оқырманды подписчикті әлеуметтік желіде қалай жинауға болады? Сәлем, құрметті. Мен Айым Жекенова, жеке бренд дамыту бойынша маманмын, маркетологпын. Енді көбісі мені жеке бренд ханшайымы ретінде таниды, сондықтан да 7 жылдық маркетингтегі, брендингтегі тәжірибемен сізбен бөліссем деймін. Және сіз енді бір салаға кіргіңіз келіп, сол нишада өзіңіздің жеке брендіңізді дамытқыңыз келсе, блог жүргізіп, контент жасап, ақша тапқыңыз келсе, ең алғашқы табысты жеңіл алып келетін дейінші 10.000 заветный подписчикті қалай жинауға болатынын бұл видеода сізге нақты алгоритмдармен пошагово айтып беретін боламын. Біріншіден, сіз бір салаға кірмес бұрын мен өз қабілетіммен, дағдыммен адамдарға қалай пайдалы болып жатырмын, қалай пайдалы бола аламын, олардың қандай проблемасын шешіп жатырмын деген сұраққа жауап беру керексіз. Мысал ретінде мынандай жағдай болады. Кейде адамдар келеді де айтады, мен дизайнер болғаным жақсы ма, әлде мен бухгалтер болайын ба? Немесе бір реальный кейс болды, бір кісі психолог, психологияны оқыған, психология жайлы көп нәрсе біледі, және оның тігінші деген хоббиі бар, дизайнер деп айтайықшы арасында. Және де парақшасында дизайнер тігінші деп жазған, айына сол 1-2 ғана клиент қабылдайды, басқа клиент жоқ. Соответственно, это странно, да? Егер сен прям супер күшті дизайнер болсаң, сенің артыңда как бы очередь должна выстраиваться, да? Но, оказывается, ол кісінің бүкіл ішкі қалауы ол психолог болу. Бірақ қазір психологтар онсыз да көп қой. Екінің бірі психолог деген нәрсе оны іштей жібермейді екен. Хотя оның мамандығы психология. Негізі сондай адамдар психолог болу керек, және оның өмірде өткен оқиғасы ауыр диагнозы бар баласы болды, және сондай ерекше балалармен ерекше аналарға көмек көрсеткісі келді. Негізгі ішкі түп тамырында, бір ішкі қалауы болды. Осы жерде мен ол кісіні распаковать етіп, ашып, коучинговый сұрақтар арқылы ашқан кезде осы нәрсе ашылады ғой. Негізі мен ерекше аналарға көмектескім келеді деп. Жұрттың бәрі қалай кеуге тиеміз, жаңағы ақша психологиясы, дыхание матка деген нәрселерді емес, мен ерекше аналарға пайдалы болғым келеді деген кезде біз қандай подтверждение алдық? Ол кісі архетиптер мен энотиптер бойынша тест тапсырды. Және де сол тестке сай оның бойында хранитель, оның бойында идеалист деген архетиптер шықты. Және сол архетиптерге сай ол адамнан мықты ұстаз, бала тәрбиешісі, психолог шығатынын біз көрдік, подтверждение алдық. Және осы салаға барсаң болады дедік. Менің сізге айтарым, егер де сіз қазір енді ғана бір жолға тұрып келе жатқан болсаңыз, мен немен айналыссам болады деп ойласаңыз, бірінші өзіңізді таныңыз, және өзіңіздің қабілетіңізге, дағдыңызға сай нишаны таңдаңыз. Мысал ретінде балалық шаққа көз жүгіртіңіз. Балалық шағыңызда сізге нені жасау ұнады? Тағы да ең популярный метод, адамдар айтады, сен өте бай болсаң, сенің бүкіл қалауларың мен қажеттіліктерің жабылған, орындалған болған жағдайда, сен немен айналысар едің? Ақша төлемесе де сен не істер едің? Вот я бы выступала, обучала, делилась, маған ол ұнайды. Сондықтан менің сабағыма келетін, завтрактарға, встречаларға келетін адамдар айтады да, Айым ханым, 2 сағаттық завтрак деп сатып едіңіз, 7 сағат болып кетті ғой. Или сабақтың өзі 3 сағат болу керек еді, бізде 4-5 сағат, артығымен алмасасыз, потому что я от этого кайфую, ақша үшін жасамайым. Вот тура сол сияқты өзіңізге сұрақ қойыңызшы, нені сіз тегін жасар едіңіз? Не сізге ұнайды? Бұл енді өзін іздеп жатқан адамдарға, Ал егер де сіздің нишаңыз анық болса, сіз бухгалтерсіз, нумерологсыз, психологсыз, контент-мейкер, фрилансер, СММщик, юрист, заңгерлер. Сұрақ, сіз адамның қандай болын,
қандай потребностін шешіп бересіз. Адам сізге қандай сұрақпен келеді, сіздің құндылығыңыз неде, осыны анықтаңыз. Мысал ретінде мен адамдардың жеке бренд дамытудағы жолын жеңілдетіп берем. Алғашқы оқырмандарын, табыстарын табуға көмектесем. Ләйла Сұлтанқызы, Дина Төлепберген сияқты кісілер маған консультацияға келген кезде, разборға келген кезде, мен оларға әрі қарай масштабқа шығуға көмектесем, я? Они и так-то крутые личности. Как сделать это еще круче? Көрсетпей жүрген тағы да қандай қырлары бар, оны қалай көрсетуге болады деген кезде мен керекпін. Тура сол сияқты сіз менің қандай болымды жауып жатсыз, менің қандай қажеттілігімді жауып жатсыз. Осы жерде сіздерге күшті лайфхак айтайын. Ол қолыңызда тегін күшті құрал бар, оның аты ChatGPT, жасанды интеллект. Осы искусственный интеллекттің тілін табыңыз. Кәдімгідей жасанды интеллектті ашып, оның ішіне дұрыс промпт құраңыз. Өзіңіз туралы дұрыс ақпарат енгізіңіз. Енді чаттан сұраңыз: как бы ты меня продавал? Какое у меня позиционирование? В чем моя особенность? В чем моя уникальность? Яғни біріншіден сіз өзіңіздің нишаңызды белгілеп алғаннан кейін, то есть вы определились, мен кіммін, нақты позиционирование пайда болды. Одан кейін біз қандай адамдардың проблемасын шешеміз. Мысалы, біреу отчет тапсыра алмайды, біреу налоговыйдан қорқады, біреу дұрыс емес, шатасады, цифраларды жек көреді. Мысалы, мен санағанды мүлде ұнатпаймын. Мен лучше финансист жалдаймын, мен лучше бухгалтерді жалдаймын, я? И осы адамның қандай болын шешетінін анықтап алғаннан кейін, енді сіз өзіңіздің ерекшелігіңізді анықтау керексіз. Мысал ретінде мен Айым Жүкенова жеке бренд дамыту бойынша маманмын, бірақ басқа да жеке бренд дамытушылар бар. Олардан ерекшелігім қандай? Олар архетип, энотиппен жұмыс жасамайды, мен жасаймын. Мен бұны арнайы коучинг мектебінде жылдар бойы оқыдым. Бұл бір. Екіншіден, медиа мен қатар маркетингті да ұштастыра аламын. Медиа деген телевидение, радио, газет, журнал. Ал бұл бізге жеке бренд дамыту үшін керек. Басқа жеке бренд дамытушылардың подписчиктары көп болуы мүмкін, рилстары күшті болуы мүмкін, бірақ оларды медиа пространствода ешкім білмейді. Бұл тағы бір фактор. Оған қоса, мысал ретінде вот здесь стоят мои книжки, мен кітап редакторы ретінде де танылғам. Қуаныш Шомбайдың екінші болма бізге айтылмаған құпия кітаптарының редакторымын. Одан кейін Алматы әйелдер орталығы шығарған, Роза Коуч пен Лаура Сейтбек шығарған Сен жалғыз емессің кітабының жоба жетекшісімін. Яғни көрдіңіз ба, менің артықшылығым, мен адамдарға кітап жазуға да көмектесе аламын. Ал кітап ол да жеке брендтің маңызды құраушысы. Осы жерде сұрақ: сіздің ерекшелігіңіз қандай? Бәлкім сіз командамен жұмыс жасайтын шығарсыз. Бәлкім сіз, білмеймін, Дубайдан білім алған шығарсыз, Кембриджда оқыған шығарсыз. Немесе сіздің артықшылығыңыз, может, вы чуете тренды. Қазір не болады? Или сіз мықты стратегсіз, алдын ала 2-3 қадам алдын ойластыра аласыз. Или же сіз, мысал ретінде, жақында маған келді бір эксперт, земельные споры, земельный участок, жер кадастры, жерді бөлу деген секілді тақырыптарды қарастырады да. Ол кісінің ең мықты жағы осы жерді бөлу кадастрға қатысты, ол только документацияны істемейді, реально барып жасау керек нәрсені. Жерді реально бөлу, сантиметрлерін өлшеу, метрлерінде арнайы трехножка аппараттары бар. То есть это ее суперсила. Плюс ол еще заңгер факультетінде заңгерге оқып жатыр. Яғни ол жер кадастрын бір бітірді. Плюс ол еще заңгер болса, ол вообще жер саласындағы номер 1 топ эксперт болады, барлығын шашады. Потому что бізде жерге қатысты эксперттер бөлек, заңгерлер бөлек. Бірақ жерді, именно жер тақырыбындағы заңгерлер өте аз саусақпен санарлық екен. И это будет ее отличие. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді біз өзіміздің аудиториямызды анықтап алу керекпіз. Мен кім үшінмін, мен кімге керекпін деген сұраққа жауап беру керек. Мысал ретінде, мен бәрі үшінмін, бәрі менен сатып алу керек десеңіз, қателесесіз. Сіз нақты клиентіңіздің аватарын жасап алу керексіз. Алтын сататын экспертті алайықшы, я? То есть алтын сататын эксперт кімге керек? Ол қандай алтын?
оптом сатылатын алтын ба, жаңағы граммен сатылатын алтын ба, или қымбат әшекей бұйымдар ма? Мысалы, менің клиентім, менен распаковка өткен, қазір наставничествода жүрген Эльмира Озай ханым. Ол тек қана люкс. Бір сақинасы 1,5 миллион, бір алқасы 2-3 миллион тұратын, тіпті 7-8-10 миллионға баратын өнімдер жасайды. Именно алтыннан ою өрнекпен әшекей бұйымдарын жасайтын тұңғыш эксперт. Да, это күміс өте көп, ал алтындар өте аз ғой. Так вот, оның примерно бір сақинасы 1 миллион теңге тұрса, ол кім үшін? Зарплатасы 150 мың теңгесі бар адам. Үйде отырған декреттегі ана пособиесі тек қана 120 мың теңге деген секілді, я? Ол кісі әзірге Эльмира Озайдың клиенті бола алмайды ғой, пока что оның қаражаты жетпейді. Значит, Эльмира Озайдың клиенті кім? Как минимум айына 500 мың мен 1,5 миллионнан жоғары табыс табатын, алтынды жақсы көретін, алтынды инвестиция ретінде жинайтын, жаңағы люкс нәрселерді жақсы көретін, примерно олигархтың әйелдері, байлардың, депутаттардың әйелдері, мықты компаниялардың басшылары, супер-пупер бизнес-ледилер, плюс бұл қазақша әшекей бұйымдар болғандықтан қазақ, ұлтым, жерім деп жүрегі соғатын прям супер патриоттар, барған жерінде шетелге шыққанда бүкіл қазақи нақыштағы заттарды киетіндер сразу попадает под топ Эльмира Озайдың клиенттеріне. И біз осы целевой аудиторияны білген кезде сол аудиторияның боліне сай контент жасап үйренеміз. Яғни біз уже ойланамыз, так, қандай рилс түсіруім керек, олардың қазір басында қандай боль бар деп сұраймыз, я? Вот аудиторияны білу бізге маңызды. Сондықтан да аудиторияны зерттеңіз, және де ол тек қана клиенттеріңізді зерттей беру емес, сондай-ақ өзіңіздің әріптестеріңізді, конкуренттеріңізді зерттеңіз. Олардың парақшаларында қандай видеолар, рилстар атып жатыр, қандай посттар атып жатыр, аудитория оларға қандай сұрақ қойып жатыр. Себебі аудитория өзіне керек нәрсені өз аузымен айтып береді. Нам только нужно это уловить. Сол жерде біз ұстап алып, керек тақырыптарды шығарып алып, соған жауап ретінде YouTube видео, Instagram Reels, пост, не болмаса Телеграмға бір ақпарат жазып жібере аламыз. И осылайша біз аудиторияға қызықты боламыз. Және мен эксперт ретінде ойлап жатырмын, аудиторияға мынау керек деп емес. Реально аудиторияны зерттеп барып, контент жасайтын боламыз. Үшінші ол контент жасау. Қазір әлеуметтік желінің мұнайы ол Reels. Reels түсірген кезде сізге жаңа оқырмандар, подписчиктар келеді. Бірақ 1-2 Reels түсіріп қойып, ойбай, шаршап жатырмын, қатты жұмыс істеп кеттім деудің қажеті жоқ. Себебі 1-2 Reels түсіру ол жеке брендпен жұмыс емес. 1-2 Reels сізді қалаған алғашқы 10 мың оқырманға жеткізбейді. Сізге тұрақтылық керек, контентте тұрақтылық керек. Біз анализ жасадық қой, адамдарға не өтімді деген секілді. Енді оны қандай форматта ұсынамыз? Менің аудиториям көбірек ақылдылар ма, андай задроттар, олар пайдалы ақпаратты оқып үйренгендер ма? Не болмаса оларға рилстар өте ма? Не болмаса менің осылай говорящий голова болып отырып сөйлегенім өте ма? Немесе оларға андай түрлі прикольный видеолар түсіріп, сондай форматта ұсыну керек па? Тоже бізге зерттеу керек. Ол үшін біз тест жасаймыз. Мысал ретінде өзіңізге 1-2 ай уақыт беріңіз да, түрлі контент жасаңыз, тұрақты түрде. Рилста түсіріңіз, постта жазыңыз, прикольный видеолар болсын, ақылды видеолар болсын. Сосын анализдеңіз, қарап ашып алыңыз да, так, мынаған лайк көп болды, мында сақталым көп болды, потом анализируйте. Мен қалай сөйледім? Мен триггирующий заголовок айттым ба? Андай, сәлеметсіз бе, құрметті оқырмандар деп сіз бастап атқан кезде, адамдар уже ол рилсты қарамайды. Бізге адамдарды ұстап алу керек.
сен балаңды ұрса берсең, ертең ол, білмеймін, осындай болып шығады деген секілді, или 70% ана баласын дұрыс тәрбиелемейді деген секілді триггирующий заголовоктармен ұстап қалу керекпіз. Себебі біз қазір адамдардың назарына бір-бірімізбен соғысып, бороться етіп жатқан заман ғой. Біз адамның назарын ұстап қалуға тырысып жатырмыз, вот біз сізге осы нәрсені жасап қолдану керек. Яғни контент түсіндік, и контент деген кезде ол андай, знаете, контент ради контента болмау керек, типа Айым Жекенов айтты, тұрақты түрде күнде контент салу керек екен. Ладно, бір нәрсе, алдында тойдағы видеом бар еді, сол видеомды сала салайын. Нет, не пойдет. Контент ради контента делать не надо. Контент сізге или танымалдылық алып келу керек, подписчик алып келу керек, б ақша алып келу керек, немесе ц ол сізде бір қайырымдылық, ағарту, халықтың көзін ашу, бір жақсылықпен бөлісу деген нәрсе болуы мүмкін, но никак бессмысленно тупо контент салудың қажеті жоқ. Ол контент салған суреттеріңіздің, Дубайдағы әдемі суреттеріңізді, Турцияға демалысқа барып келген, Алакөлге барып келген суреттеріңізді салғыңыз келіп жатыр ма? Бір посыл беріңіз. Неге сіз Алакөлге семьямен бардыңыз? Өйткені денсаулық маңызды, сіздің денсаулық деген құндылығыңыз бар шығар. Немесе отбасы деген құндылығыңыз бар шығар. Бір жыл бойы Роза Әшірбаева сияқты ешак болып жұмыс істегеннен кейін бір демалғың келеді ғой. Вот отбасыма уақыт арна, сондықтан мен 2 аптамды отбасыммен Алакөлде өткіздім деген секілді бізге түсінікті етіп, өз құндылығыңызды доносить етіп жасаңызшы. То есть бессмысленный контент салмаймыз. Дальше. Бізде қазір әлеуметтік желілердің бізге берген күшті құралдары бар. Это воронка, чат-бот, рилс воронка деп айтады, оны міндетті түрде пайдаланыңыз. Яғни рилстарда айтады ғой, комментарийға плюс қалдырсаң, мен саған чек-лист жіберем. Комментарийға плюс қалдырсаң, мен саған ютубтан видео жіберем деген секілді, То есть осы воронкаларды ChatGPT-ден сұрайсыз ба, Google-дан іздейсіз ба, не болмаса мына ютубтың ішіне кіріп іздесеңіз де болады. Оны әр адам оңай видеоға қарап, бүйтіп жасай алады. Чат-бот воронканың үлкен плюсы, ол сізге аудиторияны бір жерге шоғырландырып жинауға көмектеседі. Плюс біз адамдарға күшті полезность берген кезде олар бізге подписка жасайды, Можно бір рилсіңіз атып кетуі мүмкін, сол рилстың ішінде сіз айтасыз, маған подписация еткен жандарға мен баламен тіл табысудың 3 жолы деген тегін сабақ берем. Или ИП-де мынандай налогтан мынандай упрощенкаға өту үшін қалай пошагово не жасау керек туралы ютубта видео бар, соны берем деген секілді. Инстаграмға адам плюс қалдырды, оның жекесіне автоматом сообщение кетеді, типа рахмет, міне мен уәде еткен чек-лист или сабақ мына телеграмда тұр деп. Адам телеграмға подписчик болып подписация етіп кіреді. И представьте, әр рилстан сізге 5, 10, 20, 100 адам. Мысалы, менде Балқия Балтабайға разбордан рилстан менің телеграм каналыма қателеспесем 130 ба адам қосылды. Кайф қой, ол 130 потенциальный клиент. Сен оларға пайдалы ақпарат бере отырып, телеграм каналды жүргізе отырып, оларды прогревать етесің. Ертең олар сенің бір өніміңді сатып алады, немесе түсінеді, қандай сен қызықсың, қалай сен оларға пайдалы бола аласың. И осылайша осы алгоритмдерді қайталау арқылы біз дұрыс контент жасап, өзіміздің не туралы екенімізді түсініп, алғашқы подписчиктарымызды да жинап, табысымызды да таба аламыз. Яғни 10 000 оқырман жинаудың ең оңай қадамы осы деп айтар едім. Бірінші, қай нишада екенімізді білу, анықтап алу, позиционирование біздің ерекшелігіміз бен артықшылығымыз. Екінші, аудиторияны зерттеу, мен кім үшінмін, қалай оларға пайдалы бола аламын, больдары қандай. Үшінші, контент жасау, түрлі контенттің форматтарын тестировать ету. Және төртінші, контент воронка, чат воронканы қолдану. Сол кезде сіздің парақшаңыздың ішіңізде движ пайда болады. Ал енді бұл видеоны соңына дейін қарап шықсаңыз, демек сізге блог жүргізу, жеке бренд дамыту актуалды мәселе. Бұл мәселені шешу үшін мен сізге арнайы, тек қана осы видеоны соңына дейін қарап шыққаныңыз үшін ұсыныс жасағым келеді. Өте уникальный өнім. Бұл 1000 жұлдыз деп аталатын менің блог жүргізуге арналған онлайн дайын тұрған сабағым. Оның бағасы сіз үшін
бар болғаны 12.000 теңге. Ол жерде дайын сабақтар, өзіміздің супер күшімізді анықтау, сұрақтар арқылы өзімізге распаковка жасау, контентке салуға келгенде қалай жасау керек, рилсті, постты қалай саламыз, тақырыптарға идеяны қайдан аламыз, тіпті триггерный заголовоктар, яғни мен өзімнің рилсімді, постымды қандай тақырыппен бастасам болады деген дайын шаблон идеялар, стористің форматы, стористі жүргізудің жолы, дұрыс TikTok аккаунт ашу және видеоларыңыз атып кететіндей қалай жүргізу керек. Сонымен қатар енді жеке бренд бұл барлық жерде болу ғой, барлық блог платформаларда көрініс табу ғой. Сондықтан да YouTube каналды да қалай жүргізу керек, қалай оформление жасау керек, оған қандай тақырып айтамын, YouTube Shorts арқылы подписчик жинау дегендей көптеген блог жүргізуге қатысты тақырыптар бар. Яғни сізге өзіңіздің эксперттілігіңізді, кәсібіңізді, қызметіңізді блог арқылы сатуға, өзіңіздің қызметіңіз, өніміңізді ұсыну арқылы алғашқы табысыңызды табуға, не болмаса уже табыс тауып жүрсеңіз, более келесі уровеньға шығып, басқаша көзқараспен блогқа қарауға және де жаңа фишкаларды қолдануға көмектесетін өте керемет дайын тұрған сабақты ұсынамын. Бағасы бар болғаны 12.000 теңге. Толық ақпарат алу үшін, осы сабаққа жазылу үшін, мына видеоның астында инфобокста сілтеме тұрады. WhatsAppқа менеджерге жазып, толық ақпарат ала аласыз, және бұл ұсыныс тек қана осы видеоны тамашалаған сізге арналады. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деп сенемін. Алған инсайттарыңыз болса, жаңа бір түсінік ой қалыптасса, блог жүргізуде алғашқы 10.000 подписчик жинауда, онда комментарийға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Көп рахмет. Менің каналыма жазылып қойыңыздар. Осындай пайдалы видеолар көп болады. Және де Инстаграмда да, Телеграмда да кездескенше жарқыраңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айым Жүкенова.